Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен сіздерге Telegram мессенджерінде қалай сауалнама, яғни опрос жасауға болады, сол жөнінде көрсетейін. Менде дайын группам бар, қазақ тілі мен әдебиеті. Мысалы, мына группаны ашып, осы жерде мына тұрған скрепканы басамыз. Скрепканы басқаннан кейін опрос деген домалақ сары тетікше шығады. Соған басып, мына вопрос деген жерге сұрағымызды жазамыз. Мысалы, зат есімнің сұрақтары. Енді варианты ответы деген жерге жауаптарын жазамыз. Мысалы, екіншісіне кім не, қанша, нешелік. Міне біз 3 нұсқалы жауабын дайындадық. Негізі 7 нұсқаға дейін жасасаңыздар болады. Енді бұл жерде маңызды нәрсе, анонимді болса, онда анонимдіні басуымыз керек. Жоқ, анонимді емес, біз нәтижесін көргіміз келетін болса, онда выбор нескольких ответов батырмасын басып көрсетіп қоямыз. Одан кейін барып создать деп бассақ, біздің жаңағы қазақ тілі мен әдебиеті 7-ші А сыныбының тобына түседі. Өзімізде жауап беріп, голосовать баса кетейік. Міне оқушыларда өз жауаптарын беріп жатыр. Нәтижесін көру үшін результаты бассақ, барлық балалардың дұрыс бұрыс жауап бергендіктерін анықтауға болады. Назарларыңызға рахмет.